Сәлем достар, бүгін біз ірімшікпен ет қосылып жасалатын рулет жасаймыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, біраз тұз қосып көпіртіп аламыз. Осыған 60 грамм қаймақ, кішкене күркума, араластырып аламыз. Енді осыған 250 грамм ірімшік, теркіден өткізілген ірімшік. Осыны жақсылап араластырып аламыз. Енді осы дайын болған салмамызды противенге салып пісіріп аламыз. Енді салмамызды осыған салып, бірге кетіп жайып, осылай бірге кетіп жайып, енді қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минут пісіріп аламыз. Енді салмасын жасайық. Ол үшін бізге 400 грамм тауықтың фаршы, бір сарымсақты үккіштен өткізіп саламыз. Енді дәміне қарай бұрыш, тұз, менде шашлыққа арналған приправа. Сіздерге қандай ұнайды, сондай қосуларыңызға болады. Енді осыны әбден араластырамыз. Фаршымыз дайын. Енді осы салмасын саламыз. 10 минутта пісіп шықты. Енді осының үстіне фаршты жағып шығамыз. Осылай бірге кетіп жағып шығамыз. Енді осыны пергаментің көмегімен жақсылап ораймыз. Осылай беті жабылған күйі жарты сағат. Жарты сағаттан кейін бетін ашып 10 минут пісіріп аламыз. Рулетіміз дайын. Әбден суыттық. 1 сутка тұрды. Енді міне турағанда осындай әдемі болып шықты. Турағанда осындай дәмі де керемет. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер.
столға салсаңыздар да столдың көркі